Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Көптен бері видео шықпай кетті. Оған кешірім сұраймын. Айып етпеңіздер. Енді бірденнен біздің бұл видео не туралы болатынына көшсек, енді біздің Вентамен не істеліп жатыр, не қойып жатыр, енді кішігірім сіздерге айтып түсіндіре кетсем. Достар, жалпы міне жарты бөлігі бітті десек те болады. Оны парогы да қойылды. Енді кішкене ретке келтіру керек, әрине. Абылай жалпы бітті. Үш жағы да орнына жақсылап жаңағы листті сваркілеп, жаңағы ретке келтірдік міне. Ең бастысы бізде проблема болайын деп тұрған мына олымды шешіп отырмыз, арқаның асты жақтары. Мына жерден удар болған ғой. Сол осы оң жақтағы осы бетін енді кішкене ретке келтіру керек. Оны да істейміз. Бұйыртса капоты зазор-зазормен тұратын болады әлі. Жалпы біз Вентаның дәл ортасына сол жағындағы толығымен жаңағы алдыңғы крыласынан бастап артқы жаңағы крыласына дейінгі жұмыстарды толығымен бітіріп қойдық десек те болады. Енді жаңағы бір бетінде полын толығымен жаңағы сварка істейтін жерлерін бәрін сваркілеп, ол жерге жаңағы листті әдемілеп қойып, шіріген жерлерін толығымен алып тастап, енді ретке келтірдік. Үстінен және шумоизоляция дейді ғой, сондайды жабыстырып, әдемілеп ретке келтіріп қойдық. Ендігі жұмысымыз біздің оң жақ бетін ретке келтіру. Ол жақта енді кішкене жұмыс бар, бірақ сол жағынан қарағанда оңай болады дейді. Ана жақтары более-менее, бірақ шірген кішкене басталған. Көріңіздер ме, бұрыш жақтары. Енді көреміз, бірінші тазалап, қандай состояниеде екенін бәрін тексереміз. Мына беті де шіріп тұр. Енді шіріп тұрғанда құлап тұрған жоқ, бірақ алып тастау керек ана жерді, міндетті түрде. Ішкі жағы осындай. Мына пластиктары. Енді әзірге жасалған жұмыстары осы. Енді достар, тақырыптан жаңа өздерің байқағандай, соңғы кездері Камримен не болды, қайда, не істедің деген сұрақтар өте көп келіп жатыр. Енді осы біздің ең арзан Камримен теманы толығымен жаусақ. Ал видеоға назар аударыңыздар. Достар, соңға келдік. Біздің Камри өз иесін тапты. Өз иесін тапқанда өте жақсы жігіттерге кетіп бара жатыр машина. Енді көрді, білді, бәріне сені айттым. Енді қарады, өздеріне қатты ұнады. Енді айтқан бағамнан кішкене түсіп бердім, оған да риза болды. Міне біздің Камридің нөмірі. Қазір енді осыны өткізіп, жігіттерге ақ жол тілейміз, құдай қаласа. Болды, жұмыстардың бәрі бітті. Жігіттер бізде жатыр. Болды, Мирас, алдың ғой, алмадым. Алып тастайсыз. Болды, достар. Жаңаға жігіттерге нөмірді ауыстырдық. Нөмірлер шықты. Машина кетіп бара жатыр. Ең бастысы жақсы жігіттердің қолына кетіп бара жатыр. Енді бағасына келсек, енді оны сіздерге жаңа менен алған жігіттің өзі айтсын. Есімі Мирас. Машина құтты болсын, Мирас. Рахмет. Алған бағасы енді 4 миллион теңге. Соған келістім. Құтты болсын, брат. Рахмет. Үлкен рахмет. Енді достар, Камрида кетті. Енді келесі кезектегі біздің Volkswagen алда уақытта әлі идеальный болып шығатын болады. Құдай қаласа соны көрсетеміз. Достар, Камри ұзақ тұрды сатылымда. Соңғы бір айда мен алып тастадым. Содан алдында енді қазір Вентада жасалып жатыр. Енді кішкене қаражат керек болып қайтадан қойдым. Сіздерге өтірік маған үшін 1 сағаттың ішінде өтіп кетті. Осы күнге дейін қанша күн болды, ол базарға да 1-2 рет шықты, колесада да қанша рет тұрды. Келет, алдыңғы кесілген жерін көреді, кетіп қалатын. Ал бұл жолы барлық жағдайын негізінде білмейді. Бірақ
мен келген кезде оларға айттым, осындай проект жасалған бұл көлікке, мына толық осы жағдайына жеткенше 1 миллион жұмсалған деп барлығын айтып түсіндіріп, өз каналымда көрсетіп, барып Camry жайлы барлық ақпаратты бердім. Жігіттерге өте қатты ұнады машина. Содан бағасына келісіп, Camry'да өз жақсы егесін тауып кетті. Ona кетті көлігіміз. Кішкене үйреніп қалған еді. Кәдімгідей қимай қалдық қой. Енді қайтадан біздің шіріп кеткен Вентаға оралсақ, енді оны сіздер алдыңғы сериядан білетін біздің Рустам ағаға қайтадан апаратын боламын. Өйткені ол көлікті жаңағы біздің Вентаны істеп жатқан жігіттің қазір қолы босамай, іске кірісе алмай жатыр. Енді оны да түсінуге болады. Өз шаруалары шығып, енді қолы жетпей жатыр былайша айтқан кезде. Енді біз ол жігітсіз ешнәрсе істей алмаймыз. Сондықтан да жаңа ғана Рустам ағаға барып, сөйлесіп, мән-жайды түсіндіріп, айтып кеткен болатын. Достар, біз қайтадан Рустам ағаға келдік. Жақында Вентаны қайтадан Рустам ағаға келетін боламыз. Енді бізге істеп берем деген жігіттің енді біраз қолы босамай енді. В общем, айналып келгенде Рустам ағамыз бәрібір ретке келтіріп беретін болып отыр көлікті. Енді алып келді деді. Как раз қолда қатты занят емес, босау дедік, алып кел істеп берем деді. Видеомыз осымен аяғына жетті. Кішкене қысқа болды бұл ролигіміз. Енді бұйыртса ендік сериядан бастап Вентаға басып кірісетін боламыз. Ондай көп созбай, ертерек идеально шығаруға тырысатын боламыз. Баршаңызға сәттілік. Арнама міндетті түрде жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сондай-ақ мен Вента туралы не болып жатыр, не қойып жатыр, қысқа-қысқа инстаграмыма да салып отыратын боламын. Міндетті түрде жазылып кетіңіздер. Аман болыңыздар, жақсы. Өзгерген кейпін кейін сіздерге тағы да көрсететін боламын. Дәл қазір біз алған көлігімізді барып эстоға барып көрсетіп, ходовой жағынан, қозғалтқышы жағынан қандай положение керек, соны бәрін көрсетіп, тексертіп істететін боламыз. Мына машина түгелдей бітті десек те болады. Расул менің братым. Почти все закончил.